Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода оқулықтың 14 және де 15 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Сабақты мұқият тыңдаймыз, және де асықпай отырып жазып аламыз, болмаса сендер сабақты дұрыс түсінбей қалулары мүмкін. Бірінші жаттығу, exercise 1, look at the photo, фотоға қара дейді. What hobby do you think the boy is interested in? Мына ер бала қандай хоббиға түріне қызығады сенің ойынша дейді. Why дейді, неліктен дейді. Енді жауап береміз, Жауап береміз, яғни біріншісінде Джейк, бұл, яғни мына жерде диалог бар. Джейк, Лаура, Тина үшеуі жайында айтылған. Бұл баланың есімі Джейк, Джейк is into surfing. Джейк серфингге қызығады екен, Келесі. Екінші, listen to the dialogue, диалогты тыңдайды. Check your answers in exercise 1. Бірінші жаттығудағы жауабыңды тексер дейді. Яғни бұл жерде жауабы Jake is into surfing болады. Келесі үшінші тапсырма. Exercise 3. Listen and repeat the key phrases. Фразаны тыңда дейді мына жердегі. Және де қайтала дейді. What are the responses to the key phrases in the dialogue дейді. Диалогтағы қандай фразалар диалогта қолданылған дейді. Және де диалогты оқып жаттық дейді. Бірінші диалогты оқимыз, Джейк айтады, Hi Лаура, сәлем Лаура дейді. How are things? Жағдайың қалай дейді. Лаура айтады, Not bad, жаман емес дейді. How are you, Jake? Өзің қалайсың, Джейк дейді. This is Tina. Бұл Tina дейді. She is in my class this year. Осы жылы бұл менің сыныбымда оқиды дейді. She is from the USA. Ол ақштан келді дейді. Келесі Джейк айтады, Hello Tina дейді. Сәлем Тина дейді. Good to meet you. Сені көргеніме қуаныштымын дейді. Тина айтады, And you дейді. Мен де дейді. Hey, that's a cool t-shirt. Бұл өте керемет футболка ғой дейді. Are you into surfing? Сен серфингмен айналысасың ба дейді. Yes, but I'm not very good at дейді. Және мен бұл серфингпен өте жақсы айналыса алмаймын дейді. What part of the USA are you from? Сен ақштың қандай штатынан келдің дейді. I'm from Florida. Флорида штатынан келдім дейді. That's cool. Өте керемет. See you later then дейді. Келесі кездескенше дейді. Yeah, see you later. Yeah, келесі кездескенше дейді. Яғни диалогты оқыдық, енді фразаны оқимыз, How are things дейді. Жағдайың қалай дейді. This is Tina дейді. Яғни осыларға біз жауап ретінде жазуымыз керек, How are things дейді. Not bad деп жауап береміз. This is Tina дейді. Hello Tina дейміз. Good to meet you дейді. And you дейміз. Are you into surfing дейді. Yes, but I'm not very good дейді. Келесі, what part of the USA are you from дейді. I'm from Florida дейді. See you later then. Yeah, see you later дейміз, Осылай үшінші жаттығуды жазып шығамыз, яғни диалогтағы сөздермен жауаптарын жазуымыз керек болатын. Келесі төртінші жаттығу. Translate the sentences in the table. What's the difference between this, that, and this or those дейді. Яғни таблицадағы сөздерді аудар дейді. Содан соң this пен that-тің және these пен those-тің айырмашылығы қандай дейді. Бірінші singular дейді. Бұл жекеше түрде. Plural дегеніміз көпше түрде. This is my friend дейді. Бұл менің досым дейді. That's a good photo. Бұл өте керемет фото дейді. Енді оны көпше түрін айтамыз. These are my friends. Мыналар менің достарым дейді. Those are good photos. Мыналар өте керемет фотолар дейді. Енді біз айырмашылығын айтатын болсақ, these or that are singular. This пен that бұлар жекеше түрде дейді. These or those are plural. These пен those бұлар көпше түрде айтылады дейді. Енді екінші, these or these are used when the object or objects are close to the speaker. That or those are used when the object or objects are distance away. Яғни бұл кішігірім ереже болатын, Келесі бесінші жаттығу. Төртті жазып аламыз, беске көшеміз. Look at the picture and complete the dialogue with this, that, these or those. Then listen and check, then practice the dialogue in pairs. Біз диалогты, әм мен бәнің арасындағы диалогты мына төрт сөз арқылы толықтыруымыз керек. This, that, these, those, Біріншісінде сонда біз that қоямыз. That's a cool t-shirt болады. Екінші, yes, this is my Arsenal shirt. What's that? Төртінші, this is my class photo. Here are those my CDs. Алтыншы, no, these are my Coldplay CDs. Жетінші, that's your CD on the table. Яғни мына сөздерді біз мына бос орындарға жазып
шығады екенбіз. Келесі 6-шы тапсырма. Working groups of 3. 3 группаға бөліну керек, және де look at the dialogue in exercise 2. Екінші жаттығудағы диалогқа қара дейді. Change the words in blue using the ideas in the box or your own ideas. Яғни көкпен жазылған сөздерді өзіңнің идеяңа байланысты ауыстыр дейді. Practice a new dialogue дейді. Жаңадан диалог құрастыр дейді. Бұл диалогты яғни әркім өзі құрастырады екен. Келесі бізде 15-ші бет. Exercise 1. Read the model text and answer the questions. Яғни текстті оқы және де сұрақтарға жауап бер дейді. Яғни бұл жерде бірінші жаттығуда read the model text and answer the questions. Текстті оқы және сұрақтарға жауап бер дейді. Текстті оқып, ұзақ уақыт отырмай қойық, сразу сұрақтарға жауап береміз. Бірінші. Who is a mail to дейді. Бұл хат кімге арналған дейді. Яғни бұл хатты Betty жазады. Ол student at a different school. Ол жауабы B болады. Екінші, what is the purpose of the email дейді. To introduce Beth, describe her interests and ask about someone else's interests. Үшінші, is this email formal or informal дейді. Informal. Төртінші, which paragraph asks the reader questions. Paragraph 3. Бесінші, which paragraph is about Beth's class. Paragraph 2. Келесі 6-шы, which paragraph is about the class favorite lesson. Paragraph 1 болады. Келесі which paragraph is, мына жерде 7-ші қалып кетті. Which paragraph introduces Beth. Бұл жерде 4. Келесі екінші жаттығуда біз мына фразаларды, яғни сөйлемдерді бірінші жаттығудағы текстін ішінен ала отырып, дұрыстап толықтырып жазуымыз керек екен. Яғни бұл жерде жазамыз бірінші. My name is дейді. My name is Beth дейді. Хаттың ішіне солай айтылған. I'm a student at Liberty High School in Brighton дейді. Үшінші, I am really into basketball and tennis. Төртінші, what about you and your class? Бесінші, send a photo if you've got one. Алтыншы, buy for now дейді. Келесі үшінші тапсырма. Look at the model text. When do we use and, or, and but? Complete the sentences with and, or but дейді. Яғни мына біз бос орындарды and, or, but сөздермен толықтыруымыз керек. Бірінші, I'm into tennis and basketball. Мен теннис пен баскетболмен айналысамын дейді. I'm good at tennis, but I'm not good at basketball. Do you prefer dancing or photography? I've got a camera, but I haven't got a laptop. Is this your book or your brother's book? I really like judo and taekwondo. Яғни мына сөздерді осы бос орынға жазып шығады екенбіз.